өлі жебемей, тірі байымайды. Алланың разылығы үшін бақиға көшкен ата-бабаларымыздың рухтарына Құран аяттарын бағыштай отырып, сағынышпен еске аламыз. Орта жүз, Қоңырат байлар жандар руынан, Баймұрат бабамыздан төле, төледен Дәуренбек бабадан тараған ұрпақпыз. Содан бері Бердіқожа әулетінен Хан Темір, Байтемір аталарымыз тараған. Байтемір атамыздан тараған ұрпақтың бірі болып, біз келеміз. Бердіқожа Байтемір Байтемір атамыз 1901 жылы оңтүстік Қазақстан облысы Арыс аудандық Тақыркөл селолық советінде туылған. 1976 жылы 76 жас өмір сүріп, дүниеден озған. Атамыз Байтемір қаншайым анамызбен отандасып, өмірге 3 ұл, 4 қыз келтірген. Қыздарын қияға, ұлдарын ұяға қондырып, оқытып, қызметке орналастырған. Біздер енді мектеп бітіріп, жоғары оқуға түскен кезде өмірден озды. Содан анамыздың тәрбиесінде қалдық. Бердіқожа келіні Ханшайым. Сағындым әже өзіңді, сағынып сені жүрегім талай езілді. Көңіліміз өзің бар кездей болмады, арамызда жоқтығың сенің сезілді. Әже, отбасының ғана емес, әулеттің де ұйытқысы, ағайын абысындардың бірлігін, татулығын сақтайтын сыйлы анасы, кейінгі жастардың, келіндердің тәрбиешісі, әрі ақылгөйі. Сол сияқты біздің әжеміз ағайын туыстарының, балаларының, келіндерінің, немерелерінің ақылшысы, тәрбиешісі, әулеттің ұйытқысы бола білді. Атамыз Байтемір ұлы Қасымхан, апамыз Ибрагим қызы Бақытты. Көктемнің құлпырған шағы мамыр айының 15-ші жұлдызында Жданов ауылында бір әулеттің үкілеген үміті, тұңғыш перзенті дүние есігін ашты. Ол атанасының ғана емес, бүкіл әулеттің көз қуанышы болған Қасымхан еді. Мектепте озат оқып, педагогикалық колледжді тәмамдаған соң, өнерге ғашық жас жүрек оны Алматыдағы консерваторияға алып келді. Бұл сапар оны қазақтың заңғар композиторы Ахмет Жұбановтай ұлы тұлғаның шәкірті болу бағытына бұйыртты. Тағдырдың жазуымен, өнермен мәдениеттің ордасы Алматы театрында ол өзінің өмірлік серігін кездестірді. Бұл белінен төгілген қою қара шашы, әппақ нұрлы жүзіне ерекше көрік берген сұлу да нәзік, бақытты еді. 1960 жылы екі ғашық отау құрып, қол ұстасқан күйі Шымкент қаласына қоныс аударады. Өмірге бір ұл, 4 қыз әкеліп, оларды қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқтырмай, үлгілі етіп тәрбиелеп өсірді. Жанын салып, өзге үшін шырылдаған, атам еді жомарттығы суалмаған, әулеттің де жаттың да мұңын тыңдап, жақсылықтың нұры боп қоршап алған. Шындықты сүйіп өткен асыл апам, атама қорған болды берген пана, қолдаушысы ақылшы серігі боп, сыйластықпен таң қалдырды күллі ғалам. Қос бәйтерек, қос шынар егізарына, айналды олар өмірде асыл заңға, қол ұстасып өмірден бірге өтіп, жол сілтеп кетті арттағы балаларға. Пәк сезіммен, үлкен бір құрметпенен, мәңгілікке бет алды келмес кемең, рухтарыңыз жұмақтың төрінде боп, шаттансыншы, ұрпағым өсті деген. Әпкеміз Байтемір қызы Үрзия. Әпкеміз Байтемір қызы Үрзия 1938 жылы дүниеге келген. 18 жасында Махан жездемізбен бас қосып, 5 қыз, 4 ұл дүниеге келген. Ұлдарын ұяға, қыздарын қияға қондырып, олардан немере шөбере көріп,
2022 жылы 85 жасында дүниеден озды. Өмірге әкелген ол қыздары жоғары білімді әр салада қызмет жасап жатыр. Үрзия әпкеміз 5 парызды өтеп қажы апа атанған. Әпкеміздің жаны жәннатта болсын. Бейтіңде оқылады Құраның, жаратқаннан тек жақсыны сұрадық. Жаным апа, бақұл болшы мәңгілік, өзің үшін дұға тілеп тұрамыз. Әкеміз Байтемір ұлы Асылхан. Сағыныш. Әкеге деген сағыныш көңілді тебірентіп, көзге жас үйретіні бар. Бұл сағынышты әкеге деген естеліктер ғана басады екен ғой. Әкеміз Байтемір Асылхан 1949 жылы 7 май күні оңтүстік Қазақстан облысы Арыс ауданының Сырдария өзенінің бойында дүниеге келген. Анамыз Райханмен бас қосып, 3 ұл, 4 қыз тәрбиелеп өсіріп, қыздарын қияға, ұлдарын ұяға қондырды. Әкеміз Асылхан мен анамыз Райханның бұл күнде 30 немересі, 4 шөбересі бар. Әкең жақсы адам ет десе, үнсіз жымиып қаласың. Әкеңмен өткен күндерді қайталап еске аласың. Түсінесің өмірде әкенің қымбат бағасын. Байқатпай тырнап қоясың, жүректің ескі жарасы. Әкеңдей қамқор бар мекен, еркелетер баласын. Жер бетін түгел кессең де, ондай жан қайдан табасың? Ағамыз Байтемір ұлы Оразбек. Біреулер мақтады деп тасымаған, біреулер даттады деп жасымаған. Өзгеге шапағаты шашыраған, өмірде сирек туған асыл адам. Өзіңең баға жетпес асыл ағам. Байтемір ұлы Оразбек 1960 жылы Наурыздың 23 күні Байтемір ата шаңырағында өмірге келген. Ол атаның кіндігінен тараған 7 перзенттің ең кенжесі. Әскерден оралған соң Сәуле Жүсіп қызымен көңіл қосып, отау құрады. Орекеңнің шаңырағында 1 ұл, 3 қыз өмірге келді. Кішкентайынан ұқыптылыққа жаны құмар Оразбек Байтемір ұлы ұл мен қызын елге қызмет етуге баулып өсірді. Соның дәлелі болса керек, бүгінде әке кіндігінен тараған 4 перзенті де елге қызмет етудің әр саласында еңбек етіп жүр. Оразбек ағамыз ұлын ұяға, қызын қияға қондырды. Бүгінде әкесінен айырылған ұрпақтың қанаты қатайып, тамыры едәуір тереңдеген. 4 перзенттен Орекеңнің 22 немересі бар. Қарындасымыз Асылхан қызы Замира. Қамшының сабындай қайран тірлік, бір күні шарт сынары әмбек аян. Өмірдің өзі күшті болғанымен өтетіні өкінішті. Тумақ бар жерде өлмек те бар дейді шариғат сөзі. Шіркін, бәрі орнымен, бәрі ретмен келсе, өкініштің өзені тасып, қайғының қара жаңбыры жаумас еді ғой. Кеше ғана арамызда күліп ойнап, жарқылдап жүрген Замира қарындасымыздан қапыда айырылдық. Бір қанатымыз қайырылды. Өлім түгілі, өкпеге қимайтын қарындасымыз жайлы ендігі жерде естелік айтамыз деп кім ойлаған? Еске аламыз, сағынамыз өзіңді. Ақ көңілді жан едің ғой өмірде. Неге өмірің қысқа болып берілді? Сағынамыз, сарғаямыз жабыға. Қайғы мұңды көтереміз жабыла. Қара жерді сен жатырсың жамыла. Көзімізден ыстық жастар ағыла. Міне бүгін жиналды бәрі тағыда. Тума туыс жиналған жұрт қайтара. Қош бол енді әрең жүрмін жарыла. Жанардан жас жылаған мен тиылмас. Сыр шертемін, жүрегімде ауыртас. Дүниедегі ең қиын сағыныш, ешқашан көрмейтін адамыңды, ешқашан саған келмейтін адамды,
оның орнын ешқашан ешкім баса алмайтын адамды сағыну. Топырақтарыңыз торқа, жатқан жерлеріңіз жайлы, жандарыңыз жәннатта болсын, жарқын бейнелеріңіз жүрегіміздің төрінде мәңгі сақталады.